Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі рецепт сіздермен молочная девочка торттың рецептімен бөлісемін. Сливкисіз жасалынады, өте дәмді, керемет болып шығады. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бізге 2 жұмыртқа керек. 2 жұмыртқамызды жарып, кішкене миксерлеп жібереміз. Кішкене миксерлеп болған соң 82,5% сары майымызды қосып, бөлме температурасында сары май болу керек. Осыны сары майымызды қосып, бірге миксерлейміз жұмыртқамен. Әбден миксерлеп, жұмсартып, осылай біріктіріп аламыз. Біріктіріп болған соң, бір банка сгущенкамызды қосып, кішкене лопатканың көмегімен араластырып жібереміз де, миксермен ары қарай жалғастырып, миксерлеп жібереміз. Миксерлеп болдық. Енді електен өткізген ұнымызға үстіне қопсытқыш қосамыз. Разрыхлитель қосып, ұнмен бірге араластырып аламыз. Араластырып дайындап аламыз да, үстіне қосып аз-аздан қамырымызды миксерлейміз. Бірден қоспаңыздар, бірден қоссаңыздар қою болып кетеді. Аз-аздан қосып отырып миксерлейміз. Міне қамырымыз дайын болды, жұмсақ, өте керемет болып шықты. Дайын болды осымен біздің қамырымыз. Енді миксердің басын кішкене лопаткамен тазалап жібереміз де, ары қарай тортымызды жасаймыз. Пергамент қағазына осылай форманың диаметрі менде 20, соны өлшеп сызып, шеңберін сызып аламыз да, бірнеше пергамент қағазын дайындап аламыз. Мұны мен барлығын сызып, дайындап алдым бірнешеуін. Енді осыларға шетінен 2 қасықтан салып отырып, айналдырып отырып, жұқалап, жағып дайындап аламыз. Барлық несіне пергамент дайындалған қағазымызға осылай салып отырып, қамырларымыздың барлығын жайып дайындап аламыз алдын ала. Қамырымыз тез пісетін болғандықтан алдын ала дайындаймыз. 5 минутта піседі. Менде 11 қамыр шықты. Барлығын осылай пісіріп алдым. Жұп-жұмсақ, керемет болып шықты. Енді сахарный пудрамызды қосып, үстіне 20% сметанамызды қосамыз. Мен 1 шелегін қосамын. Осылай араластырып, кремін жасап аламыз. Сахарный пудра 30 грамм. Енді осындай формаға, менде 20 форма диаметрі, осы формаға салып отырып, тортымызды жинаймыз. Кремімізді 2 қасықтан, ас қасықтан салып отырып, жағып, арасына қамырларымызды жинаймыз. Сливкисіз сметанамен де өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Мұны осылай басып отырып түзейміз. Сонда түп-түзу болып шығады.
аяқтап қалдым. Енді бір қамырым қалды. Осымен тортымыздың барлығын кремін жағып болдық. Енді бетіне жағып болсақ, сосын сыртындағы форманың шеңберін шешіп аламыз. Енді сыртына кішкене кремді жағып жіберіп, осындай кокосовый стружкамен сыртына жағамыз. Әсемдік үшін, сыртының бәрі әппақ әдемі болып тұру үшін. Сыртына жағып болдық. Енді мен әсемдікке граната салдым бетіне. Және шоколадты осылай ертіп алып, бетіне құйып шықтым. Осындай әдемі торт болып шықты. Енді тортымыз дайын. Енді кесіп, дәмін көретін боламыз. Жұмсақ, дәмді болып шығады деген үміттемін. Қазір дәмін көретін боламыз. Міне үлпілдеген керемет жұмсақ болып шықты. Енді дәмін көреміз. Каналыма тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар. Өте дәмді болып шықты.